Siz kimsiz? İmamman. Familiya? Parmen? Так, Парменов имам. Тұрасың. Абдулла. İmam ше. Мен ғой. Абдулла ше. Мен? Нешеусіңдер? Мен ғана ғой. Сен кімсің? Имаммын. Абдулла кім? Мен дейм. Нан қалай туған, я? Дұрыс айтып тұр ғой. Абдулламын дейді. İmam ше. Имаммын. Имам деген рабочий же. Должность десеш, ақмақ. Должность ем. Сержант Бибосынов. Так, Абдулла. Осы жерлерден қылмыскер іздеп жүрміз. Мешіттің айналасында қылмыскер не істейді? Как не істейді? Бізден қашты. Артынан қудық. Солға бұрылдық. Алдымыз тупик, оң жағымыз мешіт. Мешітке кіреді о, қайда барады? Дұрыс айтасыз. Өз адам тупикке тірелген кезде ғана мешітке барады. Қайда енді? Қалай қайда? Тірелгенде барады дедім. Жалпы адам баласын айтам. Жаңағы сіздің айтқан кісінің түр сипаты қандай еді өзі? Несі қандай? Жоқ, енді жаңа сіз қылмыскер деп тұрсыз ғой, соның түр сипаты қандай еді деймін да? Оны мен қайда білем, киіммен жүр ғой. Енді сол адамның түр сипаты қандай деп сұрап тұрмын да енді? Адамды қалай таниды, я? Дұрыс айтып тұр ғой Басаке. Сол адамның түр сипаты қандай еді дейді. Бір мектепте оқыдыңдар ма? Не ол түр сипат деген, а? Түр емес, түр сипат дейді. Авторобот қой. Фоторобот де, ақымақ. Иә. Оқымаған. Оның түр... Фоторобот. Зеленая футболка, ветровка и кепка. Черная мужчина загорелая такая. Басында кепкісі бар дейсің бе? Ол біздің жамағат емес, ау. Біздің тұрақ жамағаттың бәрі басында тақия кет. Тұра тұр. Жаңа сіз айтып тұрған кісінің қолында шелпегі бар ма еді? Не шелпек, телпегі бар. Жоқ, оны түсініп тұрмын. Қолында шелпегі бар ма еді дейм? Телпегі бар дейм, жоқ, телпегі бар. Оны түсіндім ғой, қолына шелпек ұстаған жоқ, шелпек, телпегі бар. Сол телпегі бардың қолында шелпегі бар ма еді дейм? Жаңылтпаш айттым. Дұрыс айтып тұр ғой Басаке. Сол телпегі бардың қолында шелпегі бар ма еді дейм? Ақмақ, сен неге сұрап тұрсың мені? Қасында болды, көмектеспейсің ба? Шелпек, Телпек, брат, телпек. Жоқ, менің айтқым келген негізі, бізде бүгін жұма. Не бір түрлі жамағат келеді. Все, закрой все, есік жап. Бәрінен допрос аламыз. Маған жұманы и жамағат шақыр, екеуінде сразу. На допрос, быстро, давай. Давай. Басаке, не жұма, а жұма. Че это? Пятница, после четверга. Жамағат че? Жамағат деген андай ғой, мешітке. Общак болып келеді ғой, общий андай. Общагадан келеді ғой, бүйтіп бәрі. Коллектив, иә. қазақша сөйлесеңдер түсінбей отырып қоймайды. Мен не арабша сөйлеп тұрып саған? Мен түсінбей отырып қандай тіл екенін не? Менің айтқым келгені негізі, жұма күні не бір түрлі адамдар келеді бізге. Таң азанымен қолына шелпегін ұстап бізге. Давай без шелпек, пожалуйста. Жұма күні нада. Қолына шелпегін ұстап келеді таң азанымен. Келеді де Құран оқытады, мешітке қалмайды, кетіп қалады. Бұл бір. Жамағат. Екіншісі, жұманың уақыты, 2 ракат парызын оқиды, Құран тыңдамайды, бет сипамайды, кетіп қалады. Бұл 2. Тоже жамағат. Үшінші, бұл нағыз жұмаға дайындалатын жамағат. Ол таңнан бастайды. Үстіне әдемін киімін киеді, әтірін себеді, басына тақиясын киеді, мешітке ерте келеді.